Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгін біз сіздермен жану өнімдердің массасы бойынша заттың химиялық формуласын анықтаймыз. Сонымен бірінші мысал. Белгісіз бір көмірсутек, оттек қатысында жанып, көміртек диоксидін және суды бөледі. Олардың массалары берілген, осы бойынша көмірсутектің формуласын анықтауымыз қажет. Реакцияны жазамыз. Көмірсутек, яғни белгісіз CXHY. Оттек қатысында жанады, көміртек диоксидін және суды бөледі. Олардың берілген массалары 3 грамм көмірсутек жанады, 8,8 грамм көміртек диоксид түзіледі және 5,4 грамм су бөлінеді екен. Тағы да берілгені бойынша белгісіз көмірсутектің ауамен салыстырғандағы массасы 1,3-ке тең екен. Сонда D тең 1,3 тең молярлық масса, яғни белгісіз зат бөлінген 29, ауаныкімен салыстырғанда. Осы жерден біз көмірсутектің, осы берілген бойынша көмірсутектің формуласын анықтаймыз. Яғни көмірсутек дегеніміз ол кез келген көміртек және сутектен тұратын органикалық қосылыс. Олар қандай органикалық класстарға жатуы мүмкін? Алкандар, алкен, алкин, алкадиен, циклоалкандар. Осының барлығы бізде көмірсутектер болып табылады. Сондықтан біз қазіргі таңда оның қандай классқа жататынын білмейміз. Осыны анықтауымыз қажет. Бірінші, оқушылар, біз тығыздық бойынша, салыстырмалы тығыздық бойынша оның молекулалық массаны анықтайық. Молекулалық масса 1,3-ті 29-ға көбейтетін болсақ, 30-ға тең болады. 30 грамм бөлінген моль. Яғни, біз белгісіз көмірсутектің бірінші молярлық массаны таптық. Енді массасы берілген, біз формула бойынша оның зат мөлшерін анықтаймыз. Зат мөлшері N тең масса бөлінген молярлық масса. Осы формула бойынша N тең массасы 3 грамм бөлінген 30 грамм бөлінген моль. Осы арқылы біз зат мөлшерінің 0,1 моль екенін анықтадық. 0,1 моль. Енді дәл осы жолмен біз басқа өнімдердің зат мөлшерін анықтаймыз. 8,8 грамм N тең, яғни N көміртек диоксидінің 8,8 грамм бөлінген, оның молярлық массасы 44-ке тең. 44 грамм бөлінген моль. Нәтижесінде бізде 0,2 моль зат мөлшері шығады екен, көміртек диоксидінің. Енді судыкін анықтаймыз. N су, 2 дик, 3 дик, 1 дик. Судыкі бізде 5,4 грамм бөлінген, оның молярлық массасы 18-ге тең. Сонда бізде 0,3 моль болады екен. Енді бізде жалпы қатысқан көмірсутектің зат мөлшері анықталды, 0,1 моль. Шыққан өнімдегі көміртек диоксидінің және судың зат мөлшерлері анықтады, 0,2 және 0,3 моль сәйкесінше. Енді оның алдындағы коэффициенттерін қояйық. Мұнда коэффициент 1 деп алатын болсақ, шартты түрде. Онда көміртек диоксидінің коэффициенті бізде x-ке тең болады. Себебі көміртектің саны қанша болса, мұнда көміртек диоксидінің де коэффициенті сонша болады. Енді судың алдындағы коэффициентті анықтау үшін біз сутектің мұнда индексі y деп белген, мына жерде тең болу үшін коэффициент y бөлінген 2 болуы тиіс. Сонымен, оқушылар, біз осында не анықтаймыз? Яғни 1 моль көмірсутек жанатын болса, мысалы, белгілі бір көмірсутек жанатын болса, оның құрамында қанша атом көміртек болса, сонша коэффициент қоюымыз қажет. Сонда бір-біріне тура пропорционал. Енді зат мөлшері 0,1 моль, ал мынаның зат мөлшері 0,2 моль болып тұр. Сонда 0,2 моль, бізде x-іміз 0,2 моль болғандықтан, x 0,2, ол 0,1 мольдан неше есе көп? 0,1 мольдан 2 есе көп. Сондықтан 2 есе деп қоямыз. Яғни x-тің мәні x тең 2 болады екен. Сонда біз көмірсутектің құрамындағы көміртектің санын анықтадық. 2 атом көміртек бар екен.
дәл осы жолмен біз сутектің санын анықтаймыз. Бізде мына судың алдындағы коэффициент, яғни 3 есе көп болып тұр 0,1-ден, яғни 3-ке тең болу керек. Сонда y бөлінген 2 тең 3 болатын болса, y тең 6-ға. Сонда y дегенім сутектің саны 6. Енді x пен y-ды анықтадық. Белгісіз көмірсутектің молекулалық формасын анықтайтын болсақ, C2H6 болады екен. Бұл бізде этан. Бізде этан алканға жатады. Екінші өкілі алкандардың. Келесі есепті шығарамыз. Екінші есептің берілгені бойынша белгісіз көмірсутек оттек қатысында жанады, көміртек диоксиді және су бөлінеді. Алайда бұнда масса емес, көлемдері берілген. Көміртек диоксидінің көлемі 13,44 литр. Судың массасы берілген 12,6 грамм. 6 грамм. Көмірсутектің массасы берілген 8,6 грамм. Сонымен қатар бізде белгісіз көмірсутектің сутекпен салыстырмалы массасы берілген, ол 43-ке тең. D43 бөлінген 2. Яғни сутектің молярлық массасы 2 болғандықтан 2-ні қоямыз. Сонда белгісіз көмірсутектің молярлық массасы 2 көбейтілген 43, 86 болады екен. 86 грамм бөлінген моль. Енді осы ақпарат арқылы біз белгісіз көмірсутектің бірінші зат мөлшерін анықтаймыз. N тең, N1 деп қояйық. N1 тең 8,6 грамм бөлінген 86 грамм бөлінген моль. Нәтижесінде N1 тең 0,1 мольге. Біз көмірсутектің зат мөлшерін анықтадық. Енді дәл осы жолмен біз кішкене басқа формуланы қолданып, N тең V бөлінген VM. VM бізде қалыпты жағдайда 22-де 4 литр. 22-де 4 литр. Мұнда көлемі 13-де 44 литр беріліп тұр. Сонда N2 тең 13,44 литр бөлінген 22-де 4 литр на моль. Литр бөлінген моль. Литр бөлінген моль. Нәтижесінде бізде 0,6 моль шығады. Бұл бізде көміртек диоксидінің зат мөлшері 0,6 моль. Дәл осы жолмен біз бірінші формуланы қолданып, массаның молярлық масса қатынасы арқылы біз судың зат мөлшерін анықтаймыз. N3 тең 12-де 6 бөлінген 18 тең болады 0,де 7-ге. Енді біз бірінші есепті шығарғандай зат мөлшерлерінің бір-біріне қатынасын есептейік. Көмірсутектің зат мөлшері бізде 0,1 болған кезде көміртек диоксидінікі 0,6, яғни неше есе артық екен? 6 есе артық. Яғни мұнда x болу керек, x-іміз бізде сонда 6-ға тең. X тең 6-ға. Дәл осы жолмен y-ті табамыз. Мұнда y бөлінген 2 болу керек. Y бөлінген 2, ол тең 0,7-ге. Сонда y тең 1-де 4 болады екен. Яғни ол 1-де 4 неше есе көп? 0,1-ден 14 есе көп. Сонда y тең 14-ке. Сонда белгісіз біздің қосылысымыз C6H14. Бұл бізде алкан болып табылады, гексан, молекулалық формуласы. Келесі есепке көшеміз. Үшінші тапсырманың берілгені бойынша бізде белгісіз көмірсутек оттек қатысында жанады, көміртек диоксиді және суды түзеді. Берілген ақпарат бойынша көмірсутектің массасы 29 грамм, көміртек диоксидінің көлемі берілген 44,8 литр және судың көлемі 112 литр. Алдыңғы формулалар бойынша біз бірінші зат мөлшерін анықтауымыз керек. Көмірсутектің гелиймен салыстырмалы тығыздығы 14,5.
малярлық масса бөлінген гелийдікі бізде 4-ке тең, сонда малярлық масса көмірсутектің бізде 58 болады. 58 грамм бөлінген моль. Бұл бізде көмірсутектің малярлық масса. Енді біз оның зат мөлшерін анықтаймыз. N1 тең 29 грамм бөлінген 58 грамм бөлінген моль. Зат мөлшері бізде 0,5 мольге тең. 0,5 моль. Дәл осы жолмен, осы принциппен біз көміртек диоксидінде зат мөлшерін анықтаймыз. N2 тең 44,8 литр бөлінген қалып жағдайда бізде кез келген газдың көлемі, яғни 0 градус температурада 22,4 литр бөлінген моль. Осы арқылы біз N2-нің 2 мольге тең екенін білеміз. 2 моль. Енді біз N3-ті табайық. Судыкін, оның да көлем берген 112 литр бөлінген 22,4 литр бөлінген моль. Сонда N3 тең бөлетін болсақ 5 моль. Бір-бірімен салыстырмалы коэффициенттерін анықтаймыз. 0,5 моль көмірсутектің зат мөлшері, 2 моль, яғни неше есе? 4 есе көп, сонда X тең 4-ке болады, ал 0,5-тен N3 неше есе көп? 10 есе көп, сонда Y тең 10 болады. Сонда белгісіз формула C4H10. Бізде бұл бутан. Осымен оқушылар, біз бүгін белгісіз көмірсутектің формуласын анықтап үйрендік. Ол үшін бізге массалары және немесе көлемдері бойынша ақпаратты білетін болсақ, біз бір формула арқылы ол массаның малярлық массаға қатынасы немесе көлемнің қалып жағдайдағы көлемге қатынасы арқылы біз зат мөлшерлерін тауып, одан кейін белгісіз формуланың коэффициенттерін таба алады екенбіз. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.